Қырғызстан мемлекетінде бір Құмтөр деген жерде, осы үлкен аудан көлемінде, мына біздің мына Маралды өзенінен де кішкентай өзеннің үстінен осы алтын өндіретін канадский компания, Канаданың компания алтын өндіретін тура дәл осылардың методом кучного вышелочивания деген цианистый натрий қолдануыменен алтын өндіретін фабрика ашып, соған жаңағы айтып жатқан БелАЗ КамАЗдары сол көпірден, әлсіз көпірден, Совет үкіметінен салынған көпірден өтіп бара жатып, екі бірдей көпір опырылып, КамАЗдар, екі КамАЗдың үстіндегі жаңағы цианистый натрий алып бара жатқан бочкалар суға құлап, сол кезде жергілікті билік басындағылар, жемқор биліктің басындағылар жаңағы экологический ситуация объявить етпей, халықты ешқайда көшірмей, эвакуация жасамай, үндерін шығармай отыра берген. Сонан кейін уже мына малдар, адамдар өліп басып, резко бір 3 күннің ішінде халық резко жаңағы мынандай апатты жағдайды өз көздерімен малдары су ішкен, одан өздері ауыз су ішеді. Сон катастрофа болып жатқан билгенде поздно болған кезде жаңағы билік басындағылар келіп, мына апаттық жағдайды көрген кезде, ауыл әкімді біз ондай улы зат екен оны білмедік деп отыра берген кезде. Бірақ кейін сол ауылдың адамдарын, аяғы ауыр әйелдерді мәжбүрлі түрде жаңағы апарып, аборт жасатқызып, жаңағы аурулы денелерінің үстіне жарақаттап, ауру болып, рак ауруына шалдыққан ол болған оқиға, мына трагедия Құмтөре деген осы оқиғаның на основе вот этой истории был снят документальный фильм. Голливудскими кинематографтар түсірген кино болған. Ол Каннском фестивале он гран-при выиграл. Осы халықты ашындырып, халықты әбден тығырыққа тығып, Қырғызстан билігі осындай сырт елден компаниялардан әбден мезі болған халық билік басындағы президентке дейін жұлып алып тастаған. Бұл болған оқиға, оны өздеріңіздер барлықтарыңыз білесіздер. Инстаграмда, интернетте бұл оқиға бар. Даже фильм снят, документальный, позже был снят художественный фильм. Міне, бізге мына билік басындағылар гарантия бере ме? Бізге де осындай оқиға болмайтынына гарантия бере ала ма? Бере алмайды. Мына Қойтастың тұсындағы көпір әлсіз болып тұр. Мына көпірде бір түннің ішінде 20 тонна көтеретін көпірді 70 тоннаға ауыстырудың өзі бір үлкен халыққа қарсы жасалған қылмыс деп білемін мен. Дұрыс айтасыз. Бұл халықты қырып тастаудың мақсаты. Бұл сіздердің әрекеттеріңіз билік басындағы мына